Себебі бұлар сотты әділсіз өткізіп жатыр. Тебе заказали, мені заказ беретіне мен заттым ба не? Дәлелдерім болса көрсетіңдер. Мені жапқан адамға мен толық дәлелдерім бар. Конкретно Қойтариев, Димашна, Топаш, Нұржанна, Күнчаш, Бауыржан бәрі анашамен айналысады. Стайтындар сауна, казино, подпольный, жәлептерді сатады. Оған толық дәлелдерім бар, суреттерім де бар, видеоларым да бар, бәрі бар. Қазақстанның алтын тонап сатып жатыр. Өтірік па не? Осының бәрін тергеп тексерсін деп қанша болып сұрап жатқаныма. Кім тергеп тексеріп жатыр? Обязательно адамның өлімі керек болып тұр ма? Осылардың заңсыздығын кесіріне мен 19 жасымнан бастап отырмын. Осы 19 жасымнан бастап отқалы бері мен осы Қойтариев Димаш жауып отыр. Мені Қойтариев Димаш бірінші рет жапқан кезде младший лейтенант болатын. Қазір подполковник. Жасым 19-да болды, қазір жасым 35-те. Ұяттары бар ма аналардың? Әділдік қайда сонда? Конституцияда жазылып тұр ғой, Қазақстанның конституциясында жазылып тұр, что бізді конкретно бізді мемлекетте ең бірінші адамның өмірі важный деп. Адамның өмірінен сонда ақша мықты болып кетті ма сонда? Сонда не, біздің ақшамыз жоқ қалтамызда. Жоғарда отырған ағамыз жоқ, бол біз адам емеспіз ба сонда? Ойларына келген істей беру керек па? Өлсем өліп кетейін, жанымды беріп кетем. Бұл Қазақстанда әділдік бар ғой, тек қана қанмен орнатады екенсіз. Соған көзім жетті толығынан, құрметті сот. Сізден осынау берген атуатты қанағаттандыруын сұраймын.